Ол жылдары мен колледжде оқитын едім. Колледжде оқыған соң мені барлығы студент деп атайтын еді. Иә, барлығыңыз білетіндей студенттік кезде ақша өте аз, ал тұру керек, өмір сүру керек, және де колледжде оқу керек. Ал бұлардың барлығына ақша керек. Ал ақша студентте әрқашанда жоқ. Студент немен тамақтанады? Қалдықтармен және де өте арзан заттармен. Сондықтан да мен өзіме пәтерді де осындай арзанға алған едім. Иә, менің пәтерім туралы айта келсек, менің үйім, яғни менің пәтерім соғыс кезінде немістермен салынған еді. Және де немістер оны өте қатты қылып салған, себебі немістер үй салғанда стенасын өте қалың қылып салады екен. Өйткені сол жылдары соғыс болғандықтан ол оларға керемет деген қорғаныс берген. Менің пәтерім 3 этажды болды, және де 3-ші этажында балкон бар еді, ал 2-ші этажында мен өзім 2-ші этажында тұратын едім. Былай айтқанда пәтеріміз 3 этажды болғанмен оның 4-ші этажда болған еді. Бірақ ол 4-ші этаж емес, ол подвал. Иә, ең астында бізде подвал болатын. Бірақ подвалымыз өте үлкен, және ол жерде подвалдың өзінде 19 бөлме бар еді. Иә, подвалдың өзінде 19 бөлме бар. Бірақ біздің үйде қаншама адам тұрса да, подвалға ешқашан да ешкім кірмейтін. Өйткені подвалдың қасына жақындаған кезде де, тіпті дәл сол кезде де ол жерден өте жаман иіс шығатын. Бұл иістің жамандығы соншалықты, тіпті дәретхананың иісі бұған қарағанда жақсырақ деп ойлайтын едік. Сөйтіп подвалға ешкім кірмейтін еді. Бірақ бізде аренданың ақшасын алған кезде, подвалға кірген кезде сантехниктарға арналған плата деп тұратын еді. Бірақ біз ол сантехниктарды ешқашанда көрмейтінбіз. Және де бір кезде мен үйдің иесін сұрап көрген едім, бұл подвалдан иіс шығады және де оны жөндетуге бола ма деп. Сөйтіп ол айтқан, сантехниктар қатты сол жерге түссе де ол жерден ешқандай жөндетілуді, ондай істелуі өте қиын деп айтқан еді. Сөйтіп бір кезде мен өзім сол подвалға түстім. Иә, сол подвалға түстім. Түскен кезде ол жерде ештеңе байқалмады. Бірақ шынымен де бұл жердің иісі өте қатты жаман болды. Сөйтіп ол жерден керегімді алып қайтадан шығып кеттім де сол кезде өзім қатты ашуым келді. Өйткені біз сонша ақша төлейміз. Ал біздің подвалымыздың иісі осындай өте жаман. Сөйтіп үй иесіне звондадым да, үй иесі осы жерге сантехниктарды шақырып, сол сантехниктар осы жердің иісін кішкене болсын жақсыратып кетті. Сөйтіп олар айтты, бұл иіс тек бір аптаға ғана созылады деді. Бір аптадан кейін біз келіп қайттан барлығын жөндеп кетеміз деді. Сондықтан да бір аптаның ішінде бұл жерде жақсылап істеп қойсаңдар өздеріңе жақсы болады деді. Осы жерде бізде бір орыс көршіміз бар еді, Саня деген. Сол орыс көршіміз ол ішіп алған кезде қолынан түрлі бәлесін істейтін еді. Иә, ол ішіп алған кезде бас істемей кете ме, мен білмеймін. Сіздер білетіндей, ішіп алған адам ешқашан да тоқтамайды, бір нәрсе істегісі келіп тұрады. Сөйтіп ол осы ішіп алып бір кезде 19-ші бөлменің, яғни подвалдың астына түсіп, подвалдың 19-ші бөлмесіне қарай барып, сол жерге өте қатты замок қойып, өте қатты цеппен немесе шынжырмен байлап, ол жерде бекітіп тастаған еді. Сөйтіп біз оған рахмет айттық, бірақ ол біздің рахметімізді алмады. Өйткені ішіп алғаным болды. Оған арақ болса болды. Сөйтіп мен келесі күні подвалға ғана түстім. Ол жерден маған помидорды алуым керек болды. Иә, мен подвалға өзімнің банкаларымды қоятын едім. Сөйтіп мен төменге қарай түстім де, барып помидор алатын жаққа қарай кеттім. Менің помидор алатын бөлмем, яғни өзімнің жеке бөлмем подвалдағы, ол 19-ші бөлменің қасында еді. Айта кетерлік жағдай, 19-ші бөлменің есігі Саняға бекітілмей тұрып, яғни Саняға ол жерді істемей тұрып, әрқашанда қатты ашылып жабыла беретін еді. Және де ол жерге былай қарап отырсақ, ешқандай жел кірмейді, ал жел кірмесе ол өзден өзі ашылып жабылмау керек. Бізге бұл өте түсініксіз болып келді. Сонда да біз бұған өте ондай заттар істемедік. Бірақ бір кездерде оны жауып тастаған соң, мен астына помидор түсіруге бардым да, соның қасына өтіп бара жатқан кезде бір деген дыбыстарды естідім. Бұл дыбыстар өте біртүрлі болды. Бірақ кейіннен 5 секундтан кейін ол дыбыстар жоғалып кетті. Мен содан соң өзімнің помидорымды алатын жерге бардым да банкаларды қарадым. Қарасам, бұл жерде помидор мүлде жоқ. Сөйтіп арасынан жақсы бір өзіме ұнайтын бір жеміс іздеп жатсам, ол жерден ешқандай нәрсе таппадым. Сөйтіп бағанағы дыбыстар қайталана бастады. Бұл дыбыстың дыбыстары қатты шықты.
және де бұл дыбыс өте біртүрлі болды. Бұны айтып түсіндіру де өте қиын. Себебі бұл ешқандай ұрыс емес, ешқандай да жүріс емес. Бұл бір адам бір ауыр затты төменнен қарай сүйреп бара жатқандай осындай дыбыс естілді. Иә, ол өте біртүрлі. Мен бірақ бұған мән бермедім де қолыма банкамды алып, сөйтіп өзімнің жоғары қарай көтерілуге бара жаттым. Сөйтіп бара жатқан кезде дәл 19-шы бөлменің қасынан өттім. Сөйтіп сол жаққа қарап қалған кезде ол жерден бір дауыстар естіле бастады. Сол 19-шы есікке қарай артынан біреу келе жатқандай болды. Оның келе жатқан дыбысы және де төменде бір нәрсені сүйреп жатқан дыбысы өте қорқынышты болып естілді. Мен не істерімді білмедім. Мен қатты қорықтым. Мен білгенмін көршілердің барлығы жұмыста екенін, сондықтан да бұл жерде ешкім болмау керек. Бұл кім екен? Бұл кім? Мен оны білмедім. Сөйтіп менің жүрегімнің дыбысы қатты естіле бастады. Ал айналамда тып-тыныш, тек қана өзімнің жүрегімнің дыбысы естілді. Бір кезде бағанағы дыбыстар қайталана бастады. Бірақ оның аяғының қозғалған дыбысы жақындай берді. Сөйтіп жаңағы бөлменің артына тығылып қалды. Иә, бөлменің артында, дәл сол есіктің артында біреу тұрды. Ол сөйтіп сол есікті жаймен тебей бастады ма, есімде жоқ. Бірақ мен одан қатты қорқып тұрдым. Иә, ол оны тебіп жатқандай болды. Тепкенде мынандай сезім бар ғой, сіз кетіп бара жатасыз, алдыңызда бір нәрсе тұрып қалады, сол кезде соны өтіп кеткіңіз келеді, бірақ оны алып тастамайсыз. Бұл да сондай деп айтуға болады. Ол алдында не тұрғанын білмейді, сондықтан алдыға қарай кетіп бара жатқан сияқты болды. Сөйтіп мен бұдан қатты қорқып тұрдым. Мен мүлде қозғала алмадым. Бір кезде ол одан өте алмайтын түсінді ме, немесе бір жерге бару керек болды ма, білмеймін. Мен ештеңе де білмеймін. Қазір менде аралас сезімдер болып тұр. Мен бір жағынан қорқып тұрмын, бір жағынан бұны түсінбей тұрмын. Сондықтан да мен тезірек жүгіріп кетіп қалдым. Бірақ кетіп бара жатқан кезде бағанағы есіктен қатты ұрылған дыбыс естілді. Сөйтіп мен 19-шы бөлмеге қарап қалған кезде бағанағы шынжыр байланған жерден біреудің қолы шығып жатты. Иә, біреудің қолы шығып жатты. Ол қол өте ескі, өте быт-шыт болып кеткен, өте жасыл қол. Сондықтан да ол қол шығып жатты. Ал сол қолдың тырнақтарын айтсаңызшы, олар өте өткір және де қап-қара. Олар мүлде алынбаған. Мен бұдан қатты қорқып кеттім де дереу үйіме қарай кеттім. Өзімнің пәтеріме барып сол жерде тығылып отырдым. Сөйтіп мен досыма қоңырау шалып, досымның үйіне барып қонуды шештім. Сөйтіп мен досымның үйіне кеттім де осы оқиғаны жазып отырмын. Иә, мен ол жерде не болғанын ештеңені білмеймін. Және де қайдан шықты, не үшін шықты, және де бұл не, мен ешқашан да білмеймін. Ал оны білгім де келмейді. Ал егерде сіздерге оның суреттері керек болса, қазір суреттерін де көрсете аламын. Иә, мен ол кезде өзімнің камерамды алдым да, сол құбыжықтың ба, немесе адамның ба, соның суретін түсірдім. Міне, көріп отырғандарыңыздай бұл оның қолы. Және де достар, мен сіздерге сенемін. Ешкімге бұл туралы айтпаңыздар ешқашан да. Себебі егерде бұл туралы біреу білсе, не болатынын мен білмеймін. Және де ол өзі білсе, мен не болатынын білмеймін. Мен өз өмірім жайлы уайымдаймын және сіздер жайлы уайымдаймын. Мен арада 2 күн өткен соң бұл жерден көшіп кететін шығармын. Иә, бұл жерден көшіп кету керек. Себебі бұндай құбыжықпен бірге тұрғым келмейді.